бір қыз жазып жатыр да. Мен студенткамын дейді. Өмірінде маған көмектесетін бір сүре бар дейді. Менің қорғаным дейді. Мен соны үнемі қайталап жүремін дейді. Үнемі күніге оқимын соны дейді. Өйткені көзім бір емес қанша рет жеткен, ол сүре действительно мені қорғайтын дейді. Қайықта жүрсем де не істеп жатсам да дейді. Содан кейін қандай сүре десем, ол аят, Құрандағы аят, барлығымыз білетін, намаздан кейін оқитын аятул курсиді айтып жатыр екен. Мен дейді экзамен тест тапсыруға бардым дейді. Сол кезінде бір Аллаға тәуекел етіп, үйде де аятул курсиді оқыдым. Барғанша аятул курси оқып, есіктен кіретін кезде де аятул курсиді оқып кірдім дейді. Өзім де таң қалдым дейді. Ең высший балды жинап шықтым дейді. Бәрі таң қалды дейді. Қатты дайындалған түгім де жоқ дейді. Бірақ Аллах Тағала маған көмектесті дейді. Мен жүрген жерімде сол аятул курсиді оқимын дейді. Кәдімгідей қорған. Кәдімгідей керемет дейді. Түнде жатқан кезінде аятул курсиді оқып жатсам, оңға қарап жатып, дәретпен, адам баласы жаман түс көрмес үшін дәрет алып оңға қарайды да, аятул курсиді бір оқып, Субханалла 33 рет, Альхамдулилля 33 рет, Аллаху акбарды 33 рет қайталап жатады екен. Бәріміз сөйтеміз. Сонда азанға дейін ұйқыңыз тыныш болады. Анау шошып кетіп, бастырылып қалу, нашар түс көру, ұят түс көру деген болмайды. Не үшін ұят түс көру? Аузбілек шайтандар адамдардың кейпіне ене алады ғой. Барлық адамдардың кейпіне ене алады олар. Тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейпіне ене алмайды. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсінде көрген адам өңінде көргендей болады оны. Соменен адамның кейпінде кіріп алып, ұятсыз нәрсе болады дейді түсте. Дәретсіз жататын болсаңыз, аятул курси оқымасаңыз, сондай түс көресіз. Ал аятул курси оқып жатсаңыз, азанға дейін періште қорғайды. Мен бұл аятул курсиді Айнұр Артықбайқызы сторисімде белгілеп кеттім, көріңіздер.